Мен Елекен Ұлпан Есеншігүрейұлы Орақбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Жобадағы жетекші Майнагүл Сапарғалиқызы. Менің бүгінгі тақырыбым журналистика жауапкершілік пен шындық жолы. Журналистика жүрек таңдауы. Әр адам өз болашағына қадам басқанда жүрек қалауына сай мамандық таңдайды. Мен таңдаған мамандық журналистика. Журналистика қоғамның айнасы, халықтың үні. Бұл мамандық шындықты айтуды, әділ болуды және жауапкершілікті талап ететін мамандық. Мен журналист мамандығын таңдауды қоғамға пайдалы болудың бір жолы деп білемін. Неге журналист мамандығын таңдадым деген сұраққа келетін болсақ, қоғамға пайдалы іс жасағым келді, сөз қорымды арттырғым келді, елдің дамуына үлес қосқым келді және де шындықты аша білгім келді. Журналист тек қана мамандық емес, сондай-ақ үлкен жауапкершілікті алатын мамандық деп білемін. Арманымға бастар жол журналистика. Журналист болу бала кезден бергі арманым. Арман адамға қанат бітіреді дегендей, әр адам алдына мақсат қоя білу керек. Шындықты айту өмірлік мақсатым. Журналист жаңалықты таратады, қоғамдық мәселелерді көтереді, адамдарға бағыт бағдар береді, әділдікті қорғайды. Журналист халық пен билік арасындағы алтын көпір. Менің алдыма қойған басты мақсатым осы журналистика саласында үлкен оқу орындарына түсіп, адал әрі әділ журналистика атану. Журналист мамандығының тарихы. Журналистика тарихы өте ертеден басталады. Алғашқы газеттер 17-ші ғасырда пайда болды. Алғашқы ақпарат тарату түрлері ауызша хабар, хат жазбалар арқылы жүзеге асқан. Мамандықтың мазмұны ақпаратты жинау, ақпаратты өңдеу, қоғамдағы байланыс, мамандық дағдылары. Ендігі кезекте жерлесіміз Мұнайдар Балмолда журналистикадағы жарқын тұлғаға келсек, Мұнайдар Балмолда қасиетті Жаңақала топырағының перзенті. Ол көп қырлы дарын иесі. Суретші, ақын, тілші, журналист, ақын, жазушы Мұнайдар Балмолда қазақ журналистикасы мен қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан тұлға. Қорытындылай келе, мен алдыма қойған мақсатқа жете білу үшін журналистика саласында мол қызмет етіп, мен еліме адал қызмет етем деп сенемін. Журналист қоғамның көзі, құлағы және үні. Шындықты айту журналисттің басты борышы. Назарларыңызға рахмет.